Астана бізге не берді деп ойланыңыздаршы барлықтарыңыз. Енді бір сәт астаналықтар тоқтаңыздар. Бір сәтке тоқтаңыздар, сосын ойлаңызшы. Егер Астана болмағанда, сіз қазір қайда болар едіңіз? Соны ойлаңызшы, қайда болар едіңіз? Қиын елестетуде, бәлкім қаншама жылдан бері осы жерде жұмыс істеп, осы жерде көгеріп көктеп отыр қанша адам. Керемет. Мен ойлаймын, менің түсінігімде бірінші пайдасы халықты бір-бірімен араластырып, құда жекжат қылып жатыр да. Керемет қылып, оңтүстік пен солтүстік, батыс пен шығыс үшін күшті болады енді. Құдағалық анау мынау туысқандық пайда болып. Сондықтан астаналықтар, сіздерге бір өтініш, былай қылыңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Жақын арада мықты Астана бойынша ойлар болса, ойды бөлісейік, бірге ақылдасайық. Қосатын жерлеріңізді қосыңыздар, алатын жерлеріңізді алыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бос нәрсе айтпаймын мен.